Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Шыңғыс ханның балалық шағы жайында. Мен каналымды қолдап, жазылып, лайк басып, жан-жаққа таратсаңыздар жақсы болар ағайын. Әңгімемді бастайын. Бергіжін тайпаның сының батыры Есугей аңға шығып, жолшыбай меркіттерді кездестіреді, қалында қалып баратқан. Қалындық қызды көргенде ессіз ғашық болып, есімі Айлуын ұмыта алмай алып қашады. Бір жылдан кейін жаз айында тұңғыш ұлды болады. Есімін бұрынғы қасы, яғни татарлар тайпасымен қатты қастасып жүріп, олардың басшысын Темуджин деген соны өлтіріп, олардың моңғолдардың дәстүрі бойынша өзінің бір ең атақты жауын өлтірсең, оның ерлігі мен батырлығы балаңа беріледі деп, соның құрметіне тұңғыш ұлын Темуджин деп қояды. Бірақ салт бойынша егерде баланы татарлар кездестіріп, татарша атын қойған білсе, сол жерде баланы өлтіруге міндетті екен. Яғни сол кездегі даланың заңы бойынша Темуджин ерекше бала болады. Жасыл көзді, сары шашты, найзағайдан және төбет иттен қорқатын. Шыңғыс хан туралы моңғолдарда Нуфтуччо деген тарихы жайында жинақы бар. Қасиетті кітап деп айтады оны моңғолдар. Есугейдің 7 баласы болады және екінші рет 2 әйелі болады. Тұңғыш ұлы Темуджин 9 жасқа келгенде қалыңдық іздеуге шығады. Жолшыбай өзінің досы Қоңырат руының ханына соғады. Бар жайды айтқанда досы ренжіп, талай жастық кезде соғыста да қуанышта да бірге жүрген досым едің, қалай менің үйімнен өтіп баратсың, құда түспей, менің де қыздарым бар емес пе деп. Сол кезде өзінің үлкен қызы Бөртені көстет, 2 дос мәз-мейрам болып келіседі, Темуджинге аттастырып. Сол кезде Есугей салт бойынша Темуджинді 3 жыл досы Қоңыраттардың үйіне тастап кетеді. Моңғолдардың салты бойынша солай қалыңдықтың үйінде 3 жыл күйеу жігіт өмір сүру керек, үйрену керек, соның тамағына, дәстүріне және жанұясына. Қайтар жолда Есугейдің суы бітіп өтіп баратса, тамақтанып отқан адамдарды көріп, қасына жақындап су сұрайын деп барса, сол баяғы қастасып жүрген татарлар екен. Бірақ дала заңы бойынша ас және су сұраған адамға өлтіруге болмайды. Сондықтан олар сыйлап қымыз ұсынады. Есугей шөлін қандырып жол жүріп кетеді. 3 күн дегенде үйіне жеткен кезде қатты сырқаттанып ауырып қалады. Сонда өзі іштей сезіктеніп татарлардан көреді, ұлы деп. Темуджинді алдырдыңдар деп бұйрық береді. Яғни мен қатты сырқаттанып жатырмын. Темуджин ұзақ жол жүріп келсе, әкесі қайтқан, бар билікті әкесінің інісі Тарғұтай билеп жүр. Тарғұтай халықтарды мына Темуджиндер мен семьясына қарсы қойып қойған. Яғни енді Есугей кетті, меркіттер кек алса біз қайтеміз. Одан да мына осы Есугейдің ұлдары мен 2 әйелін айдалаға апарып тастайық, меркіттер кек алмасын деп. Барша халық қорыққаннан келседі, бүкіл 2 әйелін 7 баласы мен балдарымен далалыққа Борхан тауының жағасына апарып тастайды. Жесір 2 әйел, 7 бала кіттай қатты қиындық көреді. Мал жан жоқ, шөптермен балық аулап, ана аулап өседі. Екінші інісі Шыңғыс ханның Бөртелі өзінен кіттай балдардан тамақ тартып жеп, айтқан тыңдамай, мен үлкенмен, мен көп жеуім керек деп қатты ашынған Темуджин мен оның інісі атып тастайды. Оның бүкіл дала естіп, қасар інісі екеуі Тарғұтайда естіп, Тарғұтайға бақсы, ерте мына бөлтірік сенен кек алады деп қорқытады. Тарғұтай 300 адам жинап Темуджинді ұстауға тұрып атқан мекеніне келеді. Темуджин қашып Борхан тауына тығылады. 9 күндей ашығып, әлсірегеннен кейін ұсталып қалады. Тарғұтай өлтірейін деп айтқанда бақсысы тоқтатады. Тоқта Тарғұтай, дала заңы бойынша арбаның доғалағынан бойы аспаса өлтіруге болмайды деп. Өлшесі арба доғалағынан аспай, оны бақсысы айтады, мойнына қамытылда қол құсап ұста, әзір бой өскенше деп. Мойнындағы қамытымен 3-4 жылдай жүреді Темуджин. Ауылдың адамдары танып білгесінде, сыйлағасында Есугейді тығылып тамақ беріп, қамытын әбден мойнын қажап, белін ауыртып, қасында жауынгері болады. Дапынға түскен татарлардың ол қол өнерге үйретеді. Қаруды қалай істеуге, садақтың оғын, жебелерді үйретіп, біраз нәрсені сол кісіден үйренеді. Бірде моңғолдар қымыз ішіп, тойлап, мас болып ұйықтап қалады. Сол кезде Темуджин қашып қамыт шеше алмай бір өзенге түскен кезде жүзіп өтемін деп тіреліп, қамыстың арасында жүре алмай қалады, батпаққа батып. Сол кезде ауылдың шалы көріп қалып, баласына айтады, жасырын үйге әкел деп. Үйіне әкеліп тығып қойдың жүнінің арасында. Тарғұтай іздеп таба алмайды. Әлгі шал Темуджиннің қолына садақ пен бір жебе береді. Көп оқ берсем кек алуға барасың, тек далада аштан өлмеске анаулап же деп. Сөйтіп аман есен өз үйіне жетеді Темуджин. Темуджин бауырларымен бірге садақ жебелер жасап, қолөнер жасап, оны малға алмастырып, жайлап мал жинайды. Армандаған жылқылар ұстағысы келіп, 9 жылқыдай жинап, күрең
құла. Ол жайлы әлі де моңғолдардың суреттеп, сол 9 қасиетті сан моңғолдар үшін сол кездер ең бақытты сәтім деп еске алатын болған Шыңғысхан. Сол бір күндері 9 жылқысын барымташылар айдап алып кетеді. Темуджин 3 күнде қуат барымташыларды. Бірде бір жалғыз тұрған үйге келеді. Бір жас жігіт отыр екен. Сонымен таныса келе түсінді. Бұлар өздерінің руларынан, яғни хандардан неше түрлі себеппен бөлініп кетіп қалған адамдар, яғни Тархан өз еркімен өмір сүріп жатқан адамдар, руынан, елінен безіп бөлініп кеткендер. Сондай жігіт екен. Ол жігіттен Темуджин жылқы көрдің ба деп сұрайды. Я көрдім, айдап баратқан деп. Қапты өкінген, түсінген жігіт айтады, сенің жылқыларың ба, барымташылар ма деп. Я деп өкінішпен айтады. Ол жігіт Темуджин екенін біліп, яғни ол атақты батырдың ұлы, барша осы өлкенің бәрі танитынын айтып, оған көмектесемін деп, қол ұшын беремін деп айтып, Темуджин мәз болып, екеуі 3 жылқыға қару-жарағын алып алып, барымташ қууға шығады. Барымташылар ұйықтап жатқан түн ортасында жетіп, екеуін садақпен атып өлтіріп, үшіншісі қорыққаннан қашып кетіп, үлкен олжаға оралады. Жылқыларынан бөлек қару-жарақтармен сол қасындағы досына Темуджин қалағаныңды ал дейді. Ол ренжіп айтады, мен сенің дүние ішінбес танығасын, яғни өзіңді әкеңді сыйлағасын келіп едім деп. Екеуі өлерместе дос болып, мәз-мейрам болып Темуджин еліне қайтады. Ауылына келіп шаруашылық малын жайлап, анасы айтады, сенің уже үйленетін кезің келді деп. Бұрынғы атастырған қызы есіне түседі. Қоңыраттары еліне барып жағдайын айтады, яғни қыздың әкесіне қалмал бере алмайтын, үйлене алмайтын. Барын тыңдап болғаннан кейін Темуджинге айтады, мен сенің әкеңнің досымын, әкеңдей. Бар жағдай қиындықтар келер кетер ер бастысына не келіп не кетпес. Мен саған әрине қазір үйленді, кейін қайтарсың бөліп төлеп қалың малын. Бақтарыңды байлап не істейін? Осы уақытқа дейін босқа өткен жоқ бөрте. Талай батырлар мен хандар құда түскенде де атастырып қойған жігітім бар деп бәрінің бетін қайтарды. Бақтарың байланбасын деп бөліп төлеуге келседі қайнатасы. Сөйтіп бөртеге үйленіп, мәз-мейрам болып ауыл тойлатып Темуджин болғаннан кейін бірде әжесі ұйықтар алдында айтады, сен қонақтар күтіп жатсың ба? Бір 200-300 адамды аттылы бізге қарай шауып келатыр деп. Темуджин Тарғұтай ағасы деп ойлап қорыққаннан кімді тиіспейді, әжемді осы, және бөртені тиіспейді шығар, өйткені ол Қоңырат ханның қызы ғой. Бар жылқымен тек анаммен анасымен бауырларын мінгізіп жіберіп, егер де бауырларын құтқарайын деп бірінші Тарғұтай емес, ол Меркіттер болып шығады. Келіп кемпір мен қызды көріп, яғни ол біліп Есугейдің шешесі екенін, әдемі сұлу қызды көргесін, кезінде бізде қыз қалыңдығымызды ұрлап кетті, осымен есеп болсын деп бөртені алып кетеді. Темуджин қатты қайғырып Орхан тауында көмек сұрауға Керейттердің ханына барады. Керейттің ханы бұрынғы әкесінің досы, әрине бәрін тыңдап айтады. Темуджин әкеңде кезінде сөйтіп істеген жоқ па? Басқа қыз ұрып қалды ма? Әлде біреудің қалыңдығын ұрлап кетті енді? Бұл дала заңы ғой. Бәрі де соған үйреншікті. Кегін қайтарған шығар Меркіттерді. Темуджин тыңдағысы келмей қатты өкінгенін айтып, сол кезде Керейттің ханы айтады, баламсың ғой, 20 мың әскер берем, егер сен сондай әскер жиналасаң деп. Бас салақтап уайыммен Темуджин бала кезіндегі досына барады, Жамұқаға. Ол сол кезде хан болып сайланып жатқан кез екен. Жамұқа да тыңдап айтады, моңғол ешқашан қыз әйел үшін соғысқан емес. Дала заңы бойынша өзіңді білесің, әкеңді ұрлап кетті анаңды. Басқа қыз ұрып қалғандай, қыз үшін енді соғысамыз ба деп қатты өкініп және қиналғанын түсінгесін досына. Жарайды, сен де 10 мың адам жинасаң, мен де 10 мың адам шығарам досым деп. Темуджин баяғы достары есіне түседі, соларға барады көмек сұрап. Яғни олар Тархан адамдар бір көмегі болар деп. Олар барша өз алдары араларында Темуджинге көмектесейді деп хабарлар жібереді. Олардың ханы жоқ, руы жоқ, әр жерден жиналған адамдар еркін. Оларға Темуджин қатты көмектескісі келіп, бәрі жиналып, бүкіл далаға айтып, 10 мыңдай адам жинайды. 10 мың адамды ертіп, Жамұқа досына барады. Жамұқа адам 10 мың шығарады, сөзінде тұрып. Керейттер ханына барып, ол да 20 мың адам шығарып, 40 мың адаммен бұрын сонды далада болмаған бір қыз үшін бәрі Меркіттерге барады. Меркіттер сол кезде қазіргі Енесей өзен, яғни Енесейдің өзен жағасында болады. Ойламастан тұтқиылдан шабуыл жасап, үлкен жеңіп, үлкен олжамен қайтады. Тек Темуджин ғана олжаны алудан бас тартады. Мен бас олжам ойлағаным бөртемді қайтардым деп. Жамұқан мен Керейт ханы барша олжаны өздеріне бөліп алады. Сөйтіп екі дос мәз-мейрам болып бөртені қайтарам деп жүргенде 2 жыл өтіп кеткен болады. Яғни бөрте сол кезде аяғы ауыр болып келіп, үйіне келгенде босанады. Сол баланың атын жошы деп қояды, яғни қонақ деген мағынадан береді моңғолдан тілінен аударғанда. Шыңғысхан бәріне де өз балам деп атап өтеді өлер кеткенше.
Бірде досы Жамұқа Шыңғысханға: «Досым, сен таудың арғы бетіне жайылшы малыңды, мен бергі бетіне жайлайын» деп ұсыныс жасайды. Еш жамандық ойы жоқ. Темужин келсе салады. Сол кезде Бөрте айтады: «Сенің қашаннан бері ханың Жамұқа болды? Әлде Жамұқа саған әмірін жүріп үнемі Жамұқаны тыңдайтын болыпсың ба?» деп. Сол кезден бастап екі достың арасы сыз түсіп, екеуі алшақтай бастайды. Жамұқаның ойы әлі де бұрынғы даланың заңы бойынша ер жігіт әрқашанда далада малын тартып алып, өмірдің мәні сол емес пе десе, біреудің қызын ұрлап, өмірдің қиындығын ащысын көрген Темужин: «Біреудің малын, әйелін тартып алсаң, өлім. Әрқашанда өз еңбегімен жету керек. Біреудің малына, әйеліне, мүлкіне көз тікпеу керек» деу керек. Солай екеуінің ойы өзгеріп, бір-бірімен қатты араласпай бастайды. Бірде Жамұқаның інісі құда түсіп, қалмал төлеуге малы жетпей, Темужин ауылындағы біреудің малын алып барады, өлімге ұшады. Жамұқа қатты қайғырып інісіне: «Темужиннен кім өлтірді? Соны маған бер» деп ұсынып айтады. Бірақ Темужин келіспейді: «Досым, ренжіме, бірақ біздің заң бойынша оның қыз дұрыс, малын қорғат» деп. Сөйте келе екі дос жауласып бір-бірімен соғыса бастайды. Рулары азаматтық соғыс болады моңғолдардың арасында 20 жылдай. Басында Жамұқа жеңіп, Темужинді бір жартасқа тіреп, адамы қалмаған кезде Жамұқа айтады: «Бұл менің бауырым, бауырымды мен ешқашан өлтірмеймін» деп. Кейін деректерде жоқ, бірақ аңыздарда Шыңғысхан моңғолдардан адам жинай алмайтынын білгесін қытайлардан барып көмек сұрап, қытайлар 200 мыңдай адам беріп, сол көмегімен жеңді деп айтады. Яғни барша моңғолдарды жеңіп, Жамұқаны қолға түсіргенде: «Боссың досым, мен сені де өлтіре алмаймын» деп. Бірақ Жамұқа айтады: «Сен бар біріккен хан болсаң, мына аспандағы күндей, аспанда бірақ күн болады. Мені бір ердей жерле, өлімімді бір батырлай өлейін, әруағымды қадірлеп өтсін. Аспанда екі күндей болмай, жерде екі хан болмайды» деп қан шығармай өлтірткізеді Жамұқаны. Кейбір аңыздарда Жамұқаны тірілей жіберіп қойып, ол Сібір даласына кеткен, яғни манжурлар соның ұрпағы деп айтады. Сол далада бар ру тайпалар Темужин жинап Шыңғысхан атанады, яғни барша моңғолдардың ханы деген, яғни теңіз деген мағынаны білдіреді. Шыңғыс жердің ханы, ұлы хан деген. Ағайым, каналымды қолдап, лайк басып, каналыма жазылып, жан-жаққа таратсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет тыңдағандарыңыз.